Ассалаумағалейкум, Қосылайық бағдарламасының тұрақты көрермендері, біз сіздерді 2:30-да күтеміз, яғни эфирімізді жіберіп алмаңыздар. Бүгін өте қызықты эфир болады, себебі мен өзімді бүгін таныстырамын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Неге Арунаның көңіл күйі жоқ деген сұрақ? Я бүгін бұйырса ортаға шығып жатсақ барлығын айтатын боламын. Қаттырақ сөйлеңіз, Аруна. Көңіл күйім орташа десем де болады. Бірақ толығырақ қазір эфирде көресіздер. Сол үшін эфир жіберіп алмаңыз. Көңіл күйіңізді бір жанның стористері бұзды ма деген сұрақ? Жоқ. Бірақ ренжігенім бар. Менің сторисімнен кейін олай бір агрессивный түрде салғанда оны қылыспай менен. Амандаспағанмен қоймай, ешқандай смайликсіз агрессивный қылып жазып қойған ба? Иә. Бейтіп жазып қойды да енді эмоцияға салынып ол кісі. Қазір білетін боламыз, неге бейтіп жазып қойған. Құрметті оқырмандар, міндетті түрде эфирді көріңіздер. Бүгін Арунаның үміткерімен кездесу қалай болды білетін боламыз. Құрметті оқырмандар, Тиманың тиктогынан сіздер не байқадыңыздар? Мен байқаған нәрсені байқадыңыздар ма? Сіз әдейістейсіз ба сондай нәрсені? Әлде әдейсіз? Сіз бір жанды есіңізге алып тикток түсіріпсіз. Қалайсың ба? Сосын сол тиктокта астына бір смайлик, бір қызға ұқсайтын бір смайлик салып қойыпсыз. Кәдімгі жазған ба есімін? Жоқ, есімін жазбағансыз. Бірақ астында мен сияқты ойлағандар бар екен. Жоқ, ол ойлай береді ғой. Соны әдейі жаздыңыз ба? Жоқ, менің өзі типажым сондай ғой, сары шашты, көк көзді қыздар ғой. Так ол бұрынғы қызыма ешқандай қатысы жоқ. Просто типажым сондай, көзі ерекше. Обязательно шашы қара болса да сосын. Неге басқа смайлик қоя салмасқа? Сары шашты басқа. Білмеймін, енді сары шашты. Өзіңіз соны ұқсатып сөйтіп қойдыңыз ба әлде? Жоқ, оны ұқсатым емес, просто маған ұнайды именно сары шашты. Сары шашты, әдемі көзді да. Солай екен. Білмеймін енді. Сосын тағы бір дүние сұрайын деп едім. Жаңа бір қыз айтады. Еркеш маған агрессия мен сторис арнап қойыпты. Неге солай арнаған дейді. Сіз кімге арнадыңыз стористі? Аруға? Неге смайликпен былай кішкене жеңілірек жеткізбедіңіз? Жоқ, просто енді. Ренжіп қапты сізге. Соны ренжіп қалған ба? Білмеймін, сөйтіп айтты, агрессия мен жазып қойған деп. Жоқ, ол да жазып қойғаннан кейін мен де сәл ашуланып кеткенім бар. Сонымен бір-біріңізге әдейіге қырсығып, қазақша ерегісіп жаздыңыздар ма? Я, Дима, бұл сондай енді, бұл өтірік айта алмайды, құрметті оқырмандар, шындығын айтып қоя салар енді. Солай, эфирді көріңіздер, эфирде толығырақ білетін боламыз. Қандай сұхбат? Бүгін бір потолок болған деп тұрды. Ойбай, не ұйымдастырып жатсыз? Мариям әлі де сөйлеген жоқ эфирде. Бүгін таныстырып сөйлеймін деген ойда. Біздің студияға үйреніп қалдыңыз ба? Үйреніп қалдым, бірақ әлі сөйлей бере алмаймын. Именно студияға келген кезде білмеймін. Тұрмыз деген нәрсе ше. Негізі өмірде қандай қызсыз? Көп сөйлейсіз ба? Өмірде көп сөйлеймін да, бірақ осы жаққа келсе білмеймін. Анда ауызыма құм құйып қойған. Сөйлей алмай аласыз. Әлде біреуден ұяласыз ба? Жоқ. Бекетке қызық болып тұр. Бекет сізбен бірге видео түсірген екен, соны айтқысы келіп тұрған сияқты. Иә, соны айтқысы келіп бара. Соны көріңдерші деп. Ая? Соны айтқысы келіп, Бекеттің страницасына көріңдерші деп айтқысы келіп тұрған сияқты соны, иә? Мариям мен Бекетті не байланыстырады, алдағы уақытта білетін боламын. Жаңа қатысушылар өздері бөлініп, бөлек отырып алыпты, құрметті оқырмандарына қараңыздар. Білмеймін, шариарды алып алыпты енді, білмеймін. Мен осы жер бос болды, ең соңға келдім. Бөлген жоқсыз? Иә, любой жерге отыра саламын. Өтірік айта ма? Ағыр кетіңіз ғой. Ана жақтың бәрі бос болды, сосын келіп отыра. Неге бөлініп алдыңыздар ана жақ? Жаңа қатысушылармен больше араласып кетті мысалы. Біз бөлек, бұл өзі жаңа қатысушылармен күшті араласып. Біз араласпай кеттік. Мен жаңа қатысушылармен араласпаймын. Танымаймын мен оларды десеңізші. Неге бөлініп алдыңыздар? Қалай бөлініп алдық? Ана жаққа шетке өздеріңіз. Шетке бөлініп алғанмын, шарияр отырмын мен, шарияр достым. Шариарды алып алдыңыздар. Айзбек отырамын. Мыналар маған Сізге айта алмайсың, қайда жүрсің? Олар үнмен қайда жүрсің? Иә, ол рас енді. Ал Ақерке, көңіл күйіңіз қалай? Сәлем бәріне. Бәрі дұрыс. Неге соңғы емес, жалпы неге сіз көп сөйлемейсіз? Өмірде көп сөйлеп, бүйтіп күліп отырасыз ба?
алдымда андай бір орынсыз ешкімге сөйлегім келмейді, бірақ сөйлеймін негізі. Просто менде андай жаңа қатысушылар көп қой. Соған бір өзімдікілерді сағынып, кішкене бүйтіп. Соның ішінде кімді сағындыңыз ерекше? Айтпай ақ қойыңызшы. Ой. Жоқ, бәрін сағындым. Жоқ, жігіт Даже сағындыңыз ба? Айжанханды сағындым. Тажы ма? Шын айтамын, даже Айжанханды сағындым. Жігіт сағындым. Сосын Сержан мырзаны сағындыңыз ба? сосын Данияр, Тима. Олар бар ма? Олар вообще сағынған жоқ. Сағынған. Жаңа айтқан екен вообще сағынған жоқ. Онда оның алдындағын сағындыңыз. Иә, құрметті оқырмандар. Мен бүгін жақсы настроениемен отырмын. Мысалы, үміткер күтетін шығарсыз. Мысалы емес, шынымен. Құрметті оқырмандар, үміткер күтемін дейді, білмеймін. Ал Ақмарал, мені бүгін түсіріңізші, мен ойбай бүгін сұлу болып тұрмын дейді, сұлулардың сұлу болып тұрмын дейді. Келісесіз бе, құрметті оқырман, жаза кетіңіз. Қатынап тұрмын өзіме. Сол? Алдарыңыз қалай? Нағыз не? Охраннигіңіз қасыңызда тұрып алған. Алып алдым. Өз айтып отырмын, охранник боламын деп отырмын. Жаман алып жатыр ма? Өзім отырған орында ақ қойды мысалы. Сонымен? Сонымен сол маған үміткер болып шығады. Негізі кеше бір үміткер келеді дегенге мен деп күтіп едім ше. Маған келмедіңіз де вообще соған қатты өкпелімін бүгін. Өкпелісіз. Иә, өкпем қарағазандай болды деймін ба. Кешегі алдыңғы күндегі киімдеріңіз өзіңізге ұнамады ма не? Иә, ұнамады. Білмеймін не екенін. Бір жағынан ыңғайсыздандым да. Ұнамадым. Бүгін күшті болды. Бүгін өзіңізге ұнап тұрсыз, иә? Қатты ұнап. Құрметті оқырмандар, Ақмаралдың көңілін қалдырмай бір жігіт келсін бүгін. Күтеміз. Аңсарға кеше бір қиын күн болды, иә, Аңсар? Иә, күшті күн болды. Негізі кеше кәдімгідей көбісі комментарияны оқып жатсам, татуировкамен тиісіп жатыр екен ше. Басқалардан қайталап алған сияқты деген. Бұны мен бәле болды сол. Иә, сол 6 жыл бұрын салдырғам да. Енді даже видео түсірмей жүріп, 6 жыл бұрын салдырғам, соны айтып кетейін деген. Иә, біз де шынымен байқамаппыз, назары да аудармаппыз. Сосын маған дайректке үміткер болам деп қыздар жазып жатыр да, солар сіздерге жазсын ба? Иә. Сіздерге жазсын. Біздің парақшада WhatsApp номері белгіленген. Сол жаққа кіріп өтіп жаза аласыздар. Барлықтарыңыз күтемін. Келем дей ма қыздар сізге? Келем деп жатыр, иә, көп жазып жатыр. Иә. Ал былай кешегі бір артық кетіп қалған жерім бар ау деп ойламайсыз ба? Жоқ, ойламаймын негізі. Садәулетке қатты артық айтып қойдым ау деп ойламайсыз? Жоқ. Мен өзім орнымды білемін де, ақ пен қараны ажырата аламын ғой. Солай. Орнында айттым дейді, енді білмеймін, құрметті оқырмандар. Иә, құрметті оқырмандар, Айда деген қыз бізде. Айда маған ренжіп жатыр, мені сіз түсірмедіңіз деп. Енді барынша барлығын түсіруге тырысып жатырмын, бірақ енді кішкене үлгермей қалатын кездер болады. Айда менде бүгін толығырақ танысамыз. Ал, сөйлеңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бізде керемет просто ренжіп қалдым. 2 эфирмен түсірген жоқсыздар. Сосын бағана ренжіп жатырмын, түсірмейді деп. Иә, енді көбірек түсіріп тұруға тырысамыз. Ренжімеңіз. Ой, қалай енді. Что-то бүгін андай түрім ұрысқа қызарып Неге бүгін көйлегіңізді киіп келмедіңіз? кеше киген ғой көйлек, что-то ыңғайсыз болды отыруға. Отырсам көрініп жатыр сосын. Ыңғайсыз болды. Келесі ұзынырақ киіп келемін. Дейді енді, көреміз алдағы уақытта. Фортуна деген сол қызымыз, құрметті оқырмандар, таныса отырыңыздар. Сөйтіп, Фортуна, сіз кеше 40-тағылар шалдар дедіңіз. Сіздің өзіңіздің жасыңыз қаншада біле кетейік? Жасым 23-те, октябрьде 24-ке толады. Қаттырақ сөйлеңіз, иә? Сонымен сізге қанша жасқа дейінгі жігіттер келу керек сонда? Маған 30 жасқа дейін керек. 30-дағылар шал емес, олар жігіт нормально ма? Түрі енді әдемі болса болды. Енді білмеймін, 35-тен асқандар ажырасқан, уже кішкене тозған десем де болады, сондай екен деп ойлаймын. Сондықтан маған керек емес. Иә, құрметті оқырмандар, Фортуна туралы барлық ақпаратты, жалпы өмірінің қандай болғанын толығырақ білеміз. Бүгін эфирде міндетті түрде көріңіздер, өзін таныстыратын болады, иә? Әзірге енді ұнап жатса, келуге дайындала беріңіздер, жігіттер. Сұлу болғаны үшін кінәлі қыз, кінәлі емес қыз Айгүл.
ойбай не деп жатыр Айгүлдің басы бос емес дейді. Неге? неге дұрыс басым Сонда кімге үміткер іздейсіз егер бәріңіздің бастарыңыз бос болмаса? басым бос мен өзім үшін жауап бере аламын ғой жауап бергендерге мән бермей ақ қояйық статистиканы өзім үшін жауап бере аламын басым бос айтамын ендекер көзі қызылда деп сәбдәлікке қызыл көйлек киіп Иә. Не дейді? Сәтті жолда жігіттердің көзі маған еді. өтірік айтып отыр ғой Өтірік айтып жатыр ма? Кімге сенейік? Сізге сенейік па? өтірік Иә. Сосын жалпы Еркешпен сіздің байланысыңыз жоқ, ә? жоқ Сіз ғашық емессіз. қызға секіріп кішкене қыз отказ алып қала ма деп қорқатын жігіттер керек емес жігіт па до конца бару керек отказ алса да ал жарты жылдан олай қыздарға секіріп жүретін жігіттер ұнамайды Солай. Неге сізден де басқа адамдар әлі мына сториске жете алмай жатқан жандар жетерлік? Жетерлік деймін әлі жете алмай жатқандар жандар. Түсіп тұрасыз ба? Саддәулет қой бірінші. Саддәулет түсіп тұрасыз ба? Түсіп тұрайын. Аха. Саддәулет, неге бүгін костюм шалбарыңызды киіп Кеше бірінші тапсырма келді ме ақтан? Қасым шалбармен жүретін едім. Бірдеңе еді. бәсе бірінші күні әшейін киініп келе салдыңыз да, одан кейін Айгүл болғаннан кейін келіп келді ма деген ойын. Ат-шейіңізді тағып, жалғыз өзіңіз мен көрінейін деп ортада тұрсыз. Иә, мен бармын. Аха. Сол айтайын. Басқа не айтасыз? Дым айтайын. Дым айтпайсыз. Үміткер күтпейсіз. Не күтем? Білмеймін, өзіңіз ғой дым айтпайын деген. Кім айтты? Үміткер күтем, келіңіздер. Аха. Баршаңызды күтем. Осындай. Сол жігітке келіңіздер. Мен айтып жатырмын, жаңа бір күшті бізде әңгіме болған, бірақ менің мына техникама байланысты. Иә, сәл үзіліс болып қалды. Иә, Бекет барлық шындықты білер екен. Бекетке Саддәулет бір дүниені айтыпты. Ал айтыңыз. Еш нәрсе айтпаған. Енді Өтірік біз айтпасын. жас бала емеспіз ғой енді. Сезімі бар енді көрініп тұр ғой. Яғни жас. Мен қам Айгүл Сезімі бар адам шығарып салмайды. Сезімі жоқ адам шығарып салмайды. Шоколад әкелмейді. Сан түрлі жолдармен адасып үйіне апармаймыз. Неге сезім мойындамады? Оны аруымыздың өзі айтқан болатын. Сәтті жолда жүрген жігіттердің көзі маған соқты. Жоқ, жарайды, енді бұл кісі дым айта алмайды ғой. Саддәулет неге мойындамай отыр? Сіздің досыңыз дейін ба, кішкене негізі жақынырақ білесіздер кейін Бекет пен Саддәулеттің. Саддәулеттің өзі айтты ғой. Айтты, сөйлеп айтты. Саддәулет сөйлеп айтты. Иә. Уақыт сағатында мойындаймыз. Құрметті оқырмандар, алдағы уақытта білеміз бәрін. Әлішер, мына жақта деймін да, жігіттер деймін да, әйтеуір білмеймін, өздеріне бірдеңе бір тауып, іздеп, бір қарап. Сізде дым ондай қадам бір ұмтылыс жоқ, өмірге деген ұмтылыс жоқ сияқты. Өз өзіңізбен мен солай үндемей жүремін де аяқ астынан пах ете қаламын. Әлі үміткеріңізді күткен дұрыс деп ойлайсыз ба сіз? Жоқ, конечно, үміткер күту үшін келіп отырып қой. Іштегімен біреумен жұп болмай. Ассалаумағалейкум. Соны неге Саддәулет досыңыз білмейді болса? Сол Саддәулетті үйрете алмадық енді бар. Бірдей қылып оқытамыз ба. Сөйтесіздер, ау. Мен үміткерімді күтемін. Ақанса, келіңіздер, танысайық. Құрметті қыздар, міндетті түрде Әлішерге үміткер болып келіңіздер. Әлішердің білесіздер ғой қандай романтик жігіт екенін алдыңғы маусымнан көрген боларсыздар. Өзі жақсы көрсе, иә, қызды, иә, күшті кездесу жасайды. Келіңіздер міндетті түрде. Қыздарға қарамай мына аяқтағы дейді.